Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет картоп таяқшасын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Ең алдымен картошкамызды жақсылап алып, жуып, тазалап, турап аламыз. Туралған картошкамызды су құйып, газға қойып пісіріп аламыз. Піскен картошкамызды жақсылап еземіз. Езіп, ішіне өзінің салмаларын саламыз. Жақсылап картошкамызды езіп аламыз. Оның ішіне өзінің қоспаларын қосамыз. 200 грамм сыр, сосын кукурузный крахмал, 2 қасықтай, үлкен қасықпен 2 қасықтай салыңыздар. Сосын үстіне 1 қасық, үлкен қасықпен 1 қасық сұйық май қосамыз. Үлкен қасықпен 1 қасық тұз саламыз. Соны бәрін араластырып, жақсылап илеп алыңыздар. Осылай дайын болған салмамызды үсті пакетке салып қоямыз. Осыны үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарға ұнайды деген сенімдемін. Осылай оқтаймен жасасаңыздар да болады. Өйткені арасында ауа қалмау керек. Арасын тесіп көріңіздер. Өйткені ауа қалып кетсе, кескен кезде дұрыс кесілмеуі мүмкін. Осы дайын болған немізді 2 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқыштан алып, мен кесіп жатырмын. Үстіп кесімізден тоңазытқыштан аламыз. Енді дайын болған тестамызды үстіп кесіп, жақсылап майымызды қыздырып, осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер.